былың мына шатиларды 35-тен қалқым. 35-тен осы шатилар. Мынаны енді 35-ке қымбат емес деп ойлаймын. Өйткені мына өзі пифас қымбат. Мына көздерді қатты түспейді қалқым. 10 рет жусаңыз да түспейді өнінген. Қатты қыдасы шықпайды, тәншіңі бар, үлкен кішісі бар. Мынау ерекше әдем шыққан мал. Мынау жұлдыз аспан дейміз. Мендегін бір құйрығы бар дейміз. Мыналарды қалқым 15 сомнан, мынадан бір тал, 2 талдан ғана қатты 15 сомнан қимыл қып бердім, көріңіздерші. Әдемілігіне. Мыналардың да сапасы ештеңе болмайды, бірақ сол америкалықтар киетін сияқты гүлі көп екен. Имай-шимай екен деп мен 15 сомнан лам қылып еттім. Мынаны қыздар, ұлдар тұңқуан ке бересіздер. Қанша тал қалды? Бір 5-6 тал ғана қалды, көп қалмады. Оның үстіне мен өзім айттым ғой жаңа. Мына сейсенбі күні келер, сейсенбі бұйырса және Гуанчжоуға барам, соған мына дүкендегі малдарды кірген ізінен төмен қалқым, мына білген адамға, міне көрдіңіздер ма? Өніңгөй мына бас бетте менің ұнқат нөмірім бар, қосып алуды ұмытпаңыздар. Сіздерге мен 65-ке мына белік суынан 2 құтыдан таныстырғам ғой қалқым. Әзір одан да атақты біреу келді. Мынау да белік суының 65 сомға 2 құтыда. Мейлі қайсын алыңыз, қыздар, жылияң ерекше. Мынаны негізі бет құрғақ қыздар істетіңіздер. Әр майлық өніңгөй мына ішінде шентеу бар, мынаның мына беттің әжіміне ерекше екен, мына ағы. Баста мен сарысын қиын жақсы көріп істеткем, сарысы да жаман емесе, бірақ ағы одан өтіп түсіп кеткен. Неге десеңіздер, мына ішіндегі шентеу бетіңізге жаққан екен, мына әжімдеріңіз ұққалап жағатымсаңыз, бетіңізді пақыратып, нұрландырып, бұлар нақ белоксы. Оның үстіне мынаның бөтілкөсі өте қолайлы екен, бір жерге апарсаңыздар, сілеу бөтілкі. Өніңгөйлерге істеткен кезіңізде де сондай бір рахат, бетіңіз пақырып, бір мемо жаптағандайлам, сондай керемет екен. Өзім біреуін істетіп жатырмын. Мен жаңа осы заводтан астырған нәрсенің әрбірін өзім ең алдымен істетіп көріп, одан кейін менен асып бара жатса қалқыма таныстырамын ғой. Одан кейін мынау тағы да қаназдық, өніңгөй мына чырайыңыз тамқысып, татарып бетіне тақ түскен, ұйықтай алмайтын, чаш түсіп жатқан әпеке сіңілдері. Қол аяғым мұздап тұратын. Ерекше пайызы мынаны 65-ке 3 құтай қалқым. Мына менің сатып жатқан нәрселерім денсаулық сақтау өнімдері, дәрімесе. Бұны дені сау адам ішсе, сізде осындай нәрсенің болуының алдын алады. Егер сізде сол ахуал болып жатқан болса, соны тоқтатады. Ал өніңгөй мына Вишіңсу бизу. Бұны мен 55-ке ұшқытып жатырмын. Вишіңсу бизудың пайдасы да ерекше. Мысалы, шаш түскен, ұйқысыздық, бағанағы мынау мен ұқша қалады да, өніңгөй Вишіңсу бизудың және бір ерекшелігі шаш ағарудың алдын алады, қалқым. Өніңгөй мына көңіл күйіңіз ашуланғыш адамдар, семірсеңіз басқа жеріңіз семірмей, қарын салақта кеткен Вишіңсу бизуды чұқым жеңіздер. Бас бетте ұнқат нөмірім бар деді. Менің ұнқат нөмірім қанша екен? Гули сысылеулі ма сондай екен.